Қадірменді көкірегінің көз ашық көңілі ояу ұстаздар, көрермендер және оқушылар, баршаңызға бүгінгі 2 жұлдыз атты өнер байқауын тамашалап отырыңыздар демекпін. Қырандай қалықтап, әсем әнмен шарықтап, жер мен көкті аралап, өнерлені жағалап, алыстан ат артып, микрофонды тоздырған 2 жұлдыз байқауы мәне Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп лицейіне де жетті. Бүгінгі сайыста мектеп ұстаздары мен оқушылардың жұптасып өнер көрсетулерін тамашалап, оза шапқан жарық жұлдыздарды сіздермен бірге анықтайтын боламыз. Өздеріңізге ұнаған жұптарымызға қолдау көрсетіп, лүпілдеріңізді баса отырыңыздар. Көрермен көзайымын өздеріңіз таңдайтын боласыздар. Әр жұп жарық жұлдыз болуға лайық. Олай болса, шын жүректі бірге анықтаймыз. Сайысымызды бастамай тұрып, сөз кезегін Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп лицейінің директоры Есмағамбетов Арарат Мылтықбаевичке береміз. Құрметті ұстаздар, сіздерді келе жатқан төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге еңбекте жеміс, мол бақыт, зор денсаулық тілеймін. Және жылдағы дәстүр бойынша біздің мектебімізге жаңадан келген ұстаздар мен талантты оқушыларымыздың өнерін тамашалау үшін сіздерді 2 жұлдыз байқауын көруге шақырамын. Ендеше, уақытты көп созбай, бүгінгі жұлдызды кеште ән шырқайтын жұптарымызды таныстырып өтейік. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Орынбасаров Мұрат пен 10-шы А сынып оқушысы Нарбаев Ержан. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Құдайбергенова Нұржамал мен 10-шы А сынып оқушысы Ұлғаспаев Мирас. Биология пәні мұғалімі Балмакаева Сабина Санатовна мен 8-шы В сынып оқушысы Османова Ақбота. Информатика пәні мұғалімі Сейтпанова Нұрсая Махамбеткалиевна мен 3-шы Д сынып оқушысы Жомарт Тамирис. Мен қазақтың қызымын әнімен. Педагог-психолог Сейтбанова Жансая мен 8-шы А сынып оқушысы Саду Ақтілек. Мұражай жетекшісі Тілеубек қызы Аягөз және 2-шы А сынып оқушысы Бақытбек Кәусар. Мектебіміздің логопеді Рахимбекова Сарқыт Атеновна мен 6-шы А сынып оқушысы Абдималик Амина. Математика пәні мұғалімі Абилханова Аида Жамаладиновна мен 7-шы Г сынып оқушысы Берік Әнуар. География пәні мұғалімі Садуова Айерге Қайратқызы мен 9-шы Д сынып оқушысы Жақсылық Ерке. Педагог ұйымдастырушы Кәрібек Мәруек Аманжол қызы және 10-шы А сынып оқушысы Қуанышева Сабина. Ағылшын тілі пәні мұғалімі Орынбасаров Нұрислам Серсенбайұлы мен 10-шы Б сынып оқушысы Салықбаева Жанель Бейсенбековна. Қымбатты әріптестер, аяулы ұстаздар, сіздерді келе жатқан төл мерекеміз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуге балаға деп, ұлы ақын Абай атамыз жырлағандай, әрқашанда шәкірт үшін күн сәулесі болып, білім нәрін құйып, жасөспірімдердің болашақ үшін аянбай еңбек етіп жүрген абзал жандар әрине ұстаздар. Қызығы мен қиыны қатар жүретін ұстаздық, мамандық пен білімнің күші құдіретті. Ардақты әріптестерім, мектебіміздің әр оқушысына сіздер салған сара жол, ұстаз жолы, ұлы жол. Мейлі әкім болсын, мейлі дана болсын, ғарышкер суретші болсын, бәрі ұстаздың тәзімінен бастау болады. Ұстаз ұлы есім деп бекер айтпаған. Оқушыларымыздың осы күнге дейін жеткен жетістіктері сіздердің еңбектеріңіз. Осы керемет мереке қарсаңында сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, ал жұмыстарыңызға шығармашылық табыстар тілеймін. Әрбір күндеріңіз шуаққа толы болсын. Қанаттарыңыз талмай, биік белестерден көріне беріңіздер. Ұстазсыз өмірдің нақты тұтқасын ұстау мүмкін емес. Тұлғаны тәрбиелеп, оны жан-жақты етудің өзі бір үлкен күш. Сондықтан да ұстаздың еңбегі ұлы еңбек. Осы еңбек жолында жұлдыздарыңыз жана берсін. Мереке құтты болсын, құрметті ұстаздар. Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денен, өмірдегі қызығының бәрі өлеңмен, ойласаншы, бос қақпай еленесен. 2 жұлдыздың сахнасына алғашқы болып бірінші жұбымыз шыққалы тұр. Ортада дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Орынбасаров Мұрат Алтынбекович пен 10-шы А сынып оқушысы Нарбаев Ержанның All My Love әнімен өнерін тамашалаңыздар.
Абайлап тағы кездесу қолайлы, жан рахаттанды. Oh, oh my love, абайлап тағы кездесу қолайлы, жан рахаттанды. Oh, oh my love, жолдан тағы күтіп алғың келе ме, жеткізбеді автопан. Шанда жанды біз ұнатқан пәтерде, шыдайын деп қалам. Көзім ілініп барады, сені көргім кеп барады. Аздаған сағаттар қалды, тыныш, тыныш. Көзім ілініп барады, сені көргім кеп барады. Аздаған сағаттар қалды, тыныш, тыныш. Тыныш, тыныш. Отыр қасыма, қаланы айналып, шығайық тағы да. Oh, oh my love, жеткенде сағына, құшақтап аймалап, жылу бер жаныма. Oh, oh my love. Түн, 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 созылшы ұзаққа, түн, 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 бар осақ па, түн, түн, түн. Күн шығады өз ақта, түн, 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 тек сен асықпа. Көзім ілініп барады, сені көргім кеп барады. Аздаған сағаттар қалды, тыныш, тыныш. Көзім ілініп барады, сені көргім кеп барады. Аздаған сағаттар қалды, тыныш, тыныш. Тыныш, тыныш. Тыныш, тыныш. Поэзия. Менмен егізбедің, сен мені сезесің бе неге іздедім? Ала ортқан таңдардан сен іздедім, қарауытқан таулардан сен іздедім. Сен іздедім кездескен адамдардан, бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан, шырақтардан, оттардан, жалаулардан, сен іздедім жоғалған замандардан. Ағылшын тілі пәні мұғалімі Құдайбергенова Нұржамал мен 10-шы А сынып оқушысы Ұлғаспаев Мирас. Кереметтей поэзияларын қарсы алыңыздар. Сезбейсің ғой сен мені. Көрмейсің ғой кереметті мендегі. Түсінсеңші сарсам болған пендені, түсінсеңші ақыл ойын кембеді. Неге бұлай, неге жүрміз көңілсіз, кетем бе деп қапаланып өмірсіз. Шынға шықпын сол адамға, мен болмасам болама сол аман ба? О тәңірім, неткен жан едің, жүрегің еттен бәлде қоладан ба? Шынға шықпын, несіне оны жасырамын, алтын ғой әрбір тал шашымаған. Сырымды айтып, ән арқылы өзіңе, сүйдім сәулем, құлақ салшы сөзіме. Кездескенде күлімдеші сен маған, кім қызықпас мөлдір қара көзіңе. Жаным, сені ешбір жанға қимаймын, сені көрсем бұл әлемге сыймаймын. Бір сен үшін осы әнді арнаймын, сен үшін дала гүлін жинаймын. Бірақ бұл өмірде қыздар деген көп екен, көп болғанмен бұрынғысы жоқ екен. Аққу болып, көктем болып келші сен, көп кідірмей жауабыңды берсен. Жүрегің тастан беді, әлде мұздан беді, әлде менен жақын бір жан бар меді? Көңілімді суыттың үнсіз қалып, мен енді жұмбаққа айналсам қызғанба енді.
Қызғанбай енді біреумен билесем де, шақыра қой басқаны бигесен де, мен жүрейін жанында жат біреудің, өлең оқып берейін сүймесем де. Ішімнен ондай ешкім жоқ десем де, басқа жанды бақытты етпесем бе, қайғыдан қалай аман жүр екен деп, қайрана қалам қасірет шекпесем де. Кетер болсаң тезірек ұмыт бәрін, көз алдымда тұрмасын қылықтарың, ұмыт бәрін жиям деп әуре болма, таңғажайып сәулесін сынықтарын. Кездерді ұмыт бөлмеде сыймай күлген, кездерді ұмыт ерекше сыйлай білген, өкпелеймін сен солай сүйгендіктен, шынымды айтсам, мен сен ешкімге де қимайды екен. Келесі жұбымыз мың бұралған билерімен биология пәні мұғалімі Балмакаева Сабина Санатовна мен 8-ші В сынып оқушысы Асманова Ақбота. Тамашалаңыздар.
Сейтпанова Нұрсая Махамбеткалиевна мен 3-ші Д сынып оқушысы Жомарт Тамирис «Мен қазақтың қызымын» әнімен. Қошеметтеп көрсетіп қоялық. Тізілтіп сөз маржанын тергенімен, жестандай бұлбұл даусын әнге қосса, әнші сұлу көрінер әніменен демекші келесі жұбымызды ортаға шақырайық. Қарсы алыңыздар, мектебіміздің педагог-психологы Сейтпанова Жансая мен 8-ші А сынып оқушысы Саду Ақтілек, анашым әні. Алладан кейінгі шеберім, жаннаке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демедің, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым масқар тауым. Жаныке қасымда сіз барда, арайлы Әрқашанда биік көретін
әр шаңырақта әкенің орны ерекше. Әке отбасының асыраушысы, отбасы мүшелерінің тірегі, қамқоршысы. Әкенің мінез құлқы, өзгелермен қарым қатынасы, өнері мен білімі баланың көз алдындағы үлгі, өнеге алатын, оған қарап өсетін нысанасы. Сахна төріне қонақ ретінде мектебіміздің жарасымды жұбы, мұражай жетекшісі Тілеубек қызы Аягөзді және екінші А сынып оқушысы Бақытбек Кәусар ертегілер әлемінде әнмен шақырамыз. Қошеметтеп отырайық. Тағы да керемет жұбымыз өз өнерлерін көрсетпекші. Қарсы алыңыздар. Мектебіміздің логопеді Рахимбекова Сарқыт Атеновна мен 6-шы А сынып оқушысы Абдималик Амина алғыс әні.
Ажары атқан таңдай ару жастың, қасы бар қанатындай қарлығаштың, жанары жан біткенде елтіп өскен шапалақ өнеріне әнші жастың. Келесі жұпқа қолдау көрсетіп отырайық. Педагог-психолог Мұхамедиева Жаналық Аманаевны және 7-ші Г сынып оқушысы Ертіс Наз Еркебұланқызы. Жақсы адамдар әні. Бағаламаймыз қолында барды, жүрмесіздік өлмес жолында мәңгі. Біз байық білден, бұзбайық мүлдем, адамдық занды, жақсылар сауып құратын күнде, көгінде жайнап тұратын мүлде. Жақсылығының жаудыртып жатыр, жаратқанымның рақымын үрім. Жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарың, тектілікпенен татулық дейтін, берік болсыншы тасқамалдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патша адамдарың, ескі өмірде жасайсың ылғи, жақсы амалдарың, жақсы адамдарың. Жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарың, тектілікпенен татулық дейтін, берік болсыншы тасқамалдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патша адамдарың, ескі өмірде жасасын ылғи, жақсы амалдарың. Жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарың, тектілікпенен татулық дейтін, берік болсыншы тасқамалдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патша адамдарың, ескі өмірде жасалсын ылғи, жақсы амалдарың, жақсы адамдарың. Өнерпаздар жарысып сан саналы, жиын десе, той десе жан салады. Бүгінгі саз әлемі сайысында әуелеген әсем ән жолданады де отырып, келесі жұбымызды ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Сахна төрінде математика пәні мұғалімі Абилханова Аида Жамаладдиновна мен 7-ші Г сынып оқушысы Берік Ануар ұстаз әнімен. Білім орда адамзаттың тірегі, санаға ой, бойға қанат іледі. Шәкірттерге білім нәрін сіңірген, ұстаз ана мектептің түп жүрегі. We're
ұстазым мені жеткізген асқақ арманға мейіріммен берген білімін сыйлаған жан жүрек жылуы сезім тұту бас иемін ұстазайым құрметте қабылда болады шәкіртімді алғысы деп айтқан жүректен бас иемін мәңгі ұстазайым құрметке қабылда болады шәкіртімді алғысы деп айтқан жүректен алғысы деп айтқан жүректен Қарсы алыңыздар. География пәні мұғалімі Сәдуова Ағырке Қайратқызы мен 9-шы Д сынып оқушысы Жақсылық Ерке Ризамын әнімен. Әр парызы өтелген көк қайрат
ақ балтыр ақ мәрмәрден құйылғандай. Жарқ етіп шыға келдің жұрт алдында. Бес шығыс ғажап еді биің қандай. Қарсы алыңыздар, сахнада педагог ұйымдастырушы Кәрбек Меруерт Аманжолқызы және 10-шы А сынып оқушысы Қуанышева Сабина ұйғыр биімен. Музыка ырғақ, нәзік әуен асқағын, музыка өзен, дала аспан үн. Ғұмыр жоқ ырғақтардан басқанын, кән әншілер бас әуенге, қос әнге, шырқат биік тіршіліктің дастанын деп жеткізеді ақын апамыз Фариза Оңғарсынова музыка өнеріне деген махаббатын. Сонымен 12-ші нөмірлі және соңғы жұбымыз алғышын тілі мұғалімі Орынбасаров Нұрислам Сәрсенбайұлы мен 10-шы Б сынып оқушысы Салықбаева Жанел Байсенбековнаны City of Stars әнімен қарсы алыңыздар. There's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke street of the crowded restaurants, it's life. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, A glance, a touch, a dance.
gonna be alright. I don't care if I know, just let I will go. 'Cause all that I need is crazy feeling inside of my heart. Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, You never shine so brightly. Құрметті көрермендер, жұлдызды жұптарымыз өз әдерінше өнерлерін ортаға салды. Қазір олардың жүректері қуаныш пен үрейге толы. Міне сырғыған сын сағатта таяп, кешімізде шарықтау шегіне жетіп қалды. Біздің мектептің Instagram желісінде біздің мұғалімдер мен оқушыларға өз лүпілдеріңізді басып, комментарийлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.